Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы детальдің көрнекті кескініне қарап, 3 проекциясын қағаз бетіне түсіреміз. Енді детальдің жалпы мағлұматын, жалпы көрінісін біз дұрыс түсінуіміз үшін детальдің 3 жағынан қараймыз. Алдынан көріністі детальдің фронталь көрінісі дейміз. Фронталь көрініс өзінің орналасатын жері ең жоғарғы негізгі көрініс деп аталады. Фронталь көрініс мына жерге орналасады. Одан кейін детальдің жоғары жағынан қараймыз. Жоғары жағынан көрініс горизонталь деп аталады. Ол горизонталь көрініс фронталь көріністің астына түседі. Үшінші көрініс детальдің жанынан қараймыз. Оны профиль көрініс дейміз. Профиль көрініс детальдің алдыңғы жағындағы көріністің оң жағына орналасады. Енді осы 3 көріністің проекциясын қағаз жүзінде, қағаз бетіне сызып көрсетейік. Бұл жұмыс негізінде сызғыштың көмегімен орындалады, бірақ мен қағазға оңайырақ, жылдамырақ сызып түсіндіру үшін қолмен сызамын. Енді бұл проекцияларды сызардың алдында біз ось сызып аламыз. Бұл осьтың не үшін керек екенін қазір түсіндіремін. Осы ось сызып болғаннан кейін осьтан бірдей қашықтықта 1-1 сантиметрден алып өлшеп сызып қоямыз өзіміз үшін. Сонда осьтан бірдей қашықтықта түссе, проекциялар дұрыс көрсетіледі. Енді алдыңғы көріністі мына жерге өзінің орнына сызайық. Алдыңғы көріністі сызу үшін детальдің табанынан алдыңғы жағындағы ұзындығын осы жерге түсіндіреміз. Оның өлшеммен беріледі. Міне детальдің табаны, ұзындығы. Енді детальдің жоғары жағын аламыз. Енді детальдің мына жанына дейінгі көрініс мынау бір тегіс сызық болып түседі көріністе. Енді детальдің мына табанының биіктігін аламыз. Енді мына аралықты қосамыз. Міне детальдің алдыңғы жағындағы көрініс шықты. Енді тағы қай жер көрінеді? Детальдің мына жерінде тесік бар. Ол тесік қалай түседі? Детальда проекцияда көрінбейтін тесіктер бізде штрих сызықпен көрсетіледі. Өлшемде мына жердің ұзындығы беріледі. Орнын белгілейміз. Енді төмен қарай ол штрих сызықпен көрсетіледі. Мына сондағы детальдің тесігі, мына ұзындығы бізге көрінбейтін болғандықтан бұлай штрих сызықпен көрсетіледі. Оның мынау тесік астыңғы жағына дейін тереңдігі. Енді бұл алдыңғы көрінісі детальдің. Ары қарай сызатынымыз детальдің төбесінен қаратын көрініс. Бірінші мына ені түседі. Деталь симметриялы. Симметриялы деген сөз екі жағы тең деген сөз. Енді мына жер түседі. Одан кейін мына бір жері түседі. Екі жағы теңдей. Мына шеті түседі. Бұның бәрі өлшеммен беріледі. Енді детальдің ұзындығы. Жалпы бұлай, мынау бір тегіс сызықпен түсіріледі. Енді қарасаңыздар, төбесінен қай жер көрінеді? Одан кейін мына тесік төбеден көрінеді. Ол өлшем бойынша мына арада. Енді детальдің үшінші көрінісін көріну үшін, дұрыс ереже бойынша түсіру үшін, біз мына жерге транспортирді қоямыз. Сөйтеміз де 45 градусты белгілейміз. Сөйтеміз де бұлай етіп жүргіземіз. Бұл 45 градус үшінші көріністің дұрыс түсу үшін керекті ереже. Енді мына сызықтарды осыған қиылысқанша сызамыз. Детальдің биіктігін табанына жерден аламыз. Мына жерге детальдің жанынан көрініс, яғни мына көріністі сызамыз. Енді бұл жерде не көрінеді? Деталь симметриялы, сондықтан ортасынан штрих пункттер сызығы сызылады. Ол штрих пункттер сызығы қиылысқанға дейін ары қарай тағы да штрих пункттер сызығын жүргіземіз. Енді қай сызықтар? Мына жер көрінеді.
бұл жер мына жерде қай жерге дейін? Мына жерде бізге көмекке сызықтар келеді. Мына жер көрінеді. Мына детальдағы тесік жер. Мынау жан. Мына жер көрінеді. Енді мына аралық. Және мына аралық. Бұл детальдің мына аралық. Мінекей, детальдің жанынан қойғандағы көрініс. Мына детальдің алдынан көрініс, мына детальдің төбесінен көрініс. Осындай жолмен біз детальдің 3 проекциясын осылай қағаз бетіне түсіретін ереже осы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы осы. Осымен сабағымызды аяқтаймыз.